Хайырлы күн, хөрмәтле җәмәгать. Саламатсыз ба, хөрмәтле казак бауырларымыз. Апрель. Нәрсә дип мазаклап язалар бит айларны. Апрель, сапрель дип. Кеше тирли дә, шунда салкын бәрә. Кыш көнне осень ди, на дню погод 8 ди. Шуңа күрә кешенең сәламәтлеге үзгәреп тора. Бигрәк тә менә кемнең йөрәге шундый бик авыр кичерә. Теге һава басымы, атмосфера басымы үзгәреп тора. Шуңа күрә йөрәк кендә йөрәк шире бар, шулар азапланалар. Хатта менә көне мотор булса, скорый машиналарны бик күзгә ташланмыйлар. Үзгәрсә көне җилме, неме, ул теге давление шул теге атмосфера басымы сикереп тора. Кешенең ширләп ятканда ниләренә, төрле органнарына кислород җитми. Шуңа күрә ул җитмәгәч, бу балыкта бит әнә буз, калын буз эритеп ята елга. Шунда балыкчылар барып утыралар курыкмыйча. Чөнки вакытта алар шул теге көне йылынгач, көне салкын булганда югары атмосфера басымы була. Көн йылына башласа атмосфера басымы төшә. Шуңа күрә балыклар тизрәк теге нәрсә дип менә бузда тишек ясыйлар бит балыкчылар. Шунда киләләр. Анда аларны тотып утыралар. Ансы да бар мәсәлән. Тагы нәрсә бу хакта сөйләргә була. Кеше ул шул кислород җитми. Инде анарга һава белән керә бит кислород. Кислород җитми, шунага йөрәге аврал режим дип әйтәләр. Эшли башлый. Йөрәге шундый көчле булмаса, кеше инде кайсы вакытта нәтиҗәсендә шундый бик авырлык кичерә. Менә юан кеше мәсәлән, яшь кенә кеше, минемчә, юан алар йөрәкләре шундый. Аларга авыр була. Кем хәрәкәтләнә мәсәлән, аларның хатта пульс дигән, аларда менә спортсменнарны игътибар иткәннәр. Аларның пульслары, мәсәлән, кешенең пульсы нормада 65 ми булса, 70 ми, аларның пульслары 60 минутына 55. Мен студент чагымда гел йөгергә яратадыр. Иртә белән уянгач пульсны үлчәп карасам, пульсны булай 1 минутта күп булса 60 тапкыр пульс итәдер минутына, шулай эшләп торадыр. Инде хәзер ул кешенең өлкәнәя пульсы күбәеп китәнен. Ана шул шәһәрдә үскән спортчылар, алар мәсәлән йөгергәч сагать белән, секундомер белән хатта пульсларын караган булалар. Без авылда үскән кеше гомердә без пульсына карап тормадык. Йөгердең, үзең ничек ки сизәсең үзеңне, хәлеңне, шун белән үзеңне тотасың инде. Хатта ул мәсәлән. Инде авыл кешесе минемчә шәһәргә килсә, ул шәһәрдә туып үскән кешегә караганда сәламәтлеге көчлерәк аның. Ул гел авылда авыр эшләп өйрәнгән, аны эшлис килмәсә, барыбер мәсәлән сыер меңрәп, мал акыра-бакыра су ташырга кирәк. Температура белән ятсаң да, ширләп ятсаң да, барыбер аларга аңлатып булмый.
шул ширләп ятсаң да чыгып, сыерга печән бирә кирәк, су бирә кирәк. Шуңа күрә авыл кешесе ул нидән бер буыннан бер буынга мыктырак була. Шәһәр кешесенә караганда. Ул вакытында мин мәсәлән китаплар укырга яратадым. Әти ул инде 8 малайыннан кайсылары бик яраткан булды. Алар инде итлек эшләп бирсәләр дә барыбер әтияны яраткач сиздермидер, аларның ялкаулыгын күрсәтмидер. Менә яратмаган балаларына төртеп торадыр, эш яратмыйсың дип. Дөрес тә ул, бер уйласаң, работа дураков любит дип әйтәләр урысларда. Мәсәлән, китаплар белән утырасың дип. Гел таңкыйтлап торадыр. Инде хәзер мәсәлән, китаплар аркасында укып, университетта журналистика факультетін тамамлап, газетта эшләп, шәһәргә килеп, югалмадык, Аллага шөкер. Авылда кем шул мал кара бирде? Әти мәрхүм әйткән вакытында, менә шоферга укы, балам, шофердан яхшы эшрәк юк. Юк анда шоферга эш хәзер. Элек ул теге шофер СССР чорында мәсәлән кайтканда тегеннән бераз печән, бер-ике печән ташлап килә, моннан утын, моннан будай берәүдән бер шиша бирә дә, бер компаньордан. Хәзер инде колхоз, совхозлар бетте, урлашырга бер нәрсә юк. Үзе авылдашлар берсе дә җитештерми. Син җитештерсә дә фермердан урлап кара әле. Фермер синең башыңны үзеп ташлар. Ул хөкүмәтнеке түгел бит. Все вокруг колхозное, все вокруг мое дип. Шуңа күрә әле бер анекдот шикелле дә бар бит инде, мазак килгән берсе. Әле бакчага, әле алма бакчасына, әле карбыз кавын бакчасына сораган нидән караучыдан бир әле зинһар, теге бирмим дим, чөнки бу ди колхозный дип бирмим мин сиңа ди. Теге анарга бер шиша аракы куйгач, бу ичкәч буламы аларга дигән бу кавын карбыз. Ал ди, бу бит минеке түгел, бу колхозный ди. Алла бирде. Шун кебек шулай булган ул хәл. Авылда эшләп биргән кеше шәһәргә күчкәч шуна игътибар итә. Мәсәлән, мин бүтән туганнарымны әти мәрхүм әйтсә, сез ялкаурак дип тегеләй булай, без шәһәргә килгәч, хатта мин университетта уккан чакта әле дворник дип атыйлар, каршы саталар. Шуларның эшенә керәс килеп бирде. Чөнки физик хәрәкәтләнәс килде. Шунда да китеп барасың университеттан укудан. Кемдер шул кар көрәп ята, бир әле дип, я ломын алып бузны уясың, я шунда көрәген алып карын чистартасың. Бераз эшләп алыйм әле дип. Монда да шәһәрдә шулай еш ярдәм итәдер аларга хатта. Китеп барасың алар. Халык күбесенчә эшләми. Алар инде эштән кайтты да кибеткә керде, сыра, ягъни пиво алды, аракы алды, юлда эчеп килә. Менә монда бик күренми, шәһәрнең эчендә күрсәтсәм аптырап калырсан да, адым сайын тик я ниләре этнең тизәге, ягъни бугы, я тәмәке буш ни пачкасы, я сыра банка, теге тимер банкасы. Менә монда да нәрсәдер ичкәннәр, менә булар монда культурны халык йөргән, коньякмы, нәрсәме. Монда бит спортсменлар, алар арак эчмиләр инде, коньяк кына эчә. Вот. Я шул теге аракы шишалары, ул шул теге хатыннан куркалар. Имеш глава семьи дип аталган була, өйләнгәндә дә глава семьи дип. Әллә хатын кызлар теге туйда ипине аларга төшнәргә бирәләр, кем күбрәк төшнәсә шул гаиләнең хуҗасы була ди. Әллә шулмы, әллә ирләр авызлары кичкенәме, әллә хатыннары күбрәк төшнәп куямы, шуңа күрә хатыннары гаилә башлыгы булып, ирләре белән идарә итәләр. Чөнки ир кеше эштән кайтты да, эше юк аның. Хатын кызның өйдә эше бетми, ул әни мәрхүм әйтәдер, хатын кызның эше күрми, ул өйдә ди бик күп эшләр ди. Шул безнең татар халкында элек йортта эшләп биргән ирләр. Хәзер шул нишләргә? Ул әгәр дә өйдә тагы бер йорты булса, кайтып малны асрарга
малға су беруге, мәселен, пішен беруге, жем беруге деп, бәтилеріні имізітірге, шылай дейсе, ол іштен қайтқаш, арақы түгіл бірінші орында тұтыныры шул малны қарарға. Ашағарда ол қайтып келе, енді біле, анын іші бітті. Анын іші бітті, ол нәрсәді заслуженный дейлер. Алада, мәселен, сыра, арақы ел бойына ішіп келе. Айталар бет, пиво без водки, деньги на ветерді. Әлі өзінен өзі сыра исірткен жетмеген, арақыны ішірі керек. Енді қайтқаш қатыны бірінесі айталмейді ол. Әгерді қайтып ішіп отырса ол, анда ол қатыны керегін берірі. Қатынлардан қорқалар көбісі. Шуңа қарамастан алар ерлер тігі орыс халқында әйтім болған ілік революция қадар. Жена да убоится мужа своего деген. Қазір енді керісінше муж да убоится жены своей. Әлі біз мәктепте оқыған шақта сочинений қуштылар язырға. Мен аны турдан тур язадыр емден. Мәселен, мәдәниет йорты неше ел бойына түзілмәгәне, мен аны тігі достопримечательности нашей Оренбургской области, ну, анда области, районы, села деп, Оренбург өлкәсі, мәселен, Түстүбә, яғни Солилецк районы, қазақша аудан деген, область татарша өлкәйінде, Покровка ауылы. Шында яздым мен, мәселен, енді неше ел дәуірінде мәдәниет йортын түзіп бітірелмейлер. Алар вағда берділер, орысша обещание түзушілер, тағы бір 5-7 ел ұзмайшы, әлі 10 ел ме ұзмайшы мәдәниет йортын түзіп қояшақлар деп. Ол сабантойға шыққан ем, ол тігі сочинениені оқытышы оқыды да, аны крокодилға сен яз деп қорқып, кері атып ташлады меңе. Шуңа көрі бәлкі мен шаяртып яза башлағамдыр әлі. Татарстанның сатира һәм юмор журналында бик еш қатнашып шулай танылған журналист болдым. Енді, мәселен, тағы нәрсені алырға. Мен яздым сочинение деген шултыға. Нешегенде бұрынғы еміш орыс ғайлелерінде қатын қызларны кемсіткенлер, ерлер қожа болған, қатынлар құллықта болған. Мен тұттым да яздым шунда. Қазір керісінше қайсы қатын қызлар ерлерін қинап тұралар үйде. Тек алар үндәмей шынки ұяла. Дұрыс та ол. Қатын қызны ер қинаса ол міне. Қаттал бейот, значит, любит деп мақтанса да бола. Мұнда нешегенде ерні қатын төпәлей мәселен. Ол бейт ұят, шына көре. Ол еріне сөйлеген екен. Оқытушы тігі бүтін ауылдағы ерлерге сөйлеген, хаммасы күлген, құплаған мені. Көрдіңіз ме? Дұрысын айтқан екен мен ол. Устами младенца глаголит истина деп айталар, шына көре. Бәлкі хақ сөз болғандыр ол. Мәні жәмәғат шуны да айтып салдық енді. Тағы нәрсе айтасы келе. Шахар кішісі шына көре спорт залларға барып, бізде мәселен мен бір нәрсе физзарядка жасасам, әти мәрхум шықта малларға колонкада су әзірләп қойды, пішен бер, шул дек сеңа физзарядка деп гіл бәйленәдір. Міне шахарда ол кіші күн бойына мен айтам, ауылда бізді гіл ұрышып тұралары, ялқау сен ішләмейсің деп. Шахарға келсең, анда ерлер күн бойына харакетләнмей, ішләмейлер. Нәрсе деп айтырға енді бұларында? Лодыр ма? Білмейм. Жай күн ішлейдір енді. Вот. Қатта машинамда құтырып машина білән үйрейлер. Енді бара-бара бәлкі әбірекайға да машинаға отырып үйрейлер. Алар ерінәлер. Қатта үйінен шығалар подъездынан. Шулық машина. Ашынасын ширләп үйрейлер. Ерлер құрсақ өстіріп үйрейлер. Ямсізләніп, харакетләнмей, жаяу ермей, ішқа бір үліш юлын жаяу барға керек, бір үліш юлын жаяу қайтырға керек ешмасам, ауыл автобусға я өзінің машинасы білән, шақси машинасына отырып бара, шақси машинасы білән бұрылып қайта, ләкім болып
Қазір енді ол тігі престижға айланды. Сен агарда жаяу болсаң, сен енді оңмағансың, енді неудачник деп ойлаған болалар. Соңыдан алар құрсақлары өсіп, юанайып, қан басымы бек көп ширләп ерген шақта, алар енді өзін мына успешный деп орысша айтмышлы санай алмай бет енді. Ширләп ятқаш ненде ол мәселен. Ол өзім мәселен қазір кредитқа алады кіші машинаны бір уақытта сөйлеген ем. Кредитқа алалар да енді мақтанып шол қимбат машина білен юрейлер. Міне қарағыз де. Әлі кешегіна мен бір кибітті сөйлесіп тұрдым да кибітшілер білен. Білесіз бе, міне менің фикірім бойынша мен айтам. Кіші артық байлығы білен мақтанған, ол бәлки дүнияда бір оңышқа да юнләп ерішмегендір. Енді нәрсе білен мақтанырға, айдағыз міне байлығым бар деп мақтанырға. Әлі бір мен көрші әне мәрхім айтады, күн көрмеген, күн көрсе, күндіз шырай аға деп. Шырай ұлтығы лучины ме, нәрсе менде шындай, бұтан бір неме енді білмем, әлі шәмі, нонда шәм енді свеча. Бізде шыра деп айталар, еміш байыға шыра күндіз яға башлаған деп мақтанып. Шын кібік, алар бірсін көрдім, көршіде тұрғаны, мәселен, әтесігіні ішлә берді, әнесі үйде отырды балалары білен. Екі малай өсіп келді, оқып, ақша жетмейлері, еппені өзлері пішірілері, ашлы тоқлы юрейлері. Шынасын енді байлыққа ерішкәш, алар енді бұрынларын көтәріп, әлі кім ол кетті, бірсі үшірашса, мақтана башлы. Кімдір айта, мен ол мақтаншықлар, яманды. Міне менің мүнәсәбәтім, кіші мақтанша, мақтансын, мен кішіге өзіне рахат болса, мақтана берсін. Мен міне шындай фикірді тұрам. Ол меңа зиян кетірме бейді. Акырым бізде татар халқында мәселен, міне бұл мақтаншық дейлер, міне мұлай нәрс. Ол зиян кетірмесе, күн бойына мақтана берсін, нәрсесі бар. Шул үшіраса меңа, міне мені сөйледім, мен Америкада хатта менің гражданлық баласын баламда, шында туды ол де, мен Америкаға еш ерген болам деп. Киімінен қарасаң, енді ғадигіна, міне яқшы рәуішті де түгіл әлі. Айтырсың бір яңа пішірақ іштен келген кібік, шылай бейг ғади киінген де шылай үшіратса, шыл сүйли. Мен айтам, нәрсе енді, яры, қоплайбыз, кіші болғансың деп, ішімнен ойлап қоям да, шынки күнде шу нәрсе ол. Ал бек байлыққа күнне шырға ярамай ол. Байлық деген татарда айттым бар, байлық бір айлық, білім мәңгілік. Шынки кішінің білімі болса, ол ғұмыр бойына юғалмас. Ішләп, ақша тауып, кіші ол тігі ақша бүгін бар, ертеге yok. Деньги на вости, сегодня нету, завтра вости. Шуна көре ол ақша білен мақтану. Әлі индийский киноны хатта қараған ек, бірсі бет байып кеткенде танышына мә деп, ол тігі орамда уақ нәрсе, уақ тияқ сатып бері. Міне сеңе ақша деп көбетіп берген. Тігі айта, мен ол ақшаны тұтмайым де. Ол ақшаны тұтмайым, сен міне қайыршыға айланған, шынки сен ақшаны төгіп ятасың де, үйренгенсің де. Шында ақшаң біткен шақта мен сеңе берімін де. Дұрыста бір уақыттан соң тігі қайыршыға айланған. Шынки яңа байыған кіші қойсылары қолында ақша тұта білмей, бірсі бек артық ақшаға ғашық бола, қызғана туғанларына да ярдәм етмей, бірсіне бермей, қайырсағанларға бермей. Бірсі ақшаны туздыра башлы, солға олға, шуна көре оңға, шунасын ақшасыз қала қайыршыға айлана. Шынки шунасы айта, не были богатыми и не стоит деп шулай айта. Жамағат бұл уақыты бітіп бара қазір, мен мұны тамамлайым. Қызық болса, бәлки давам етірбіз. Шул енді күні елі болғаш, мен айтам, біраз сөйлеп берейім әлі фикірлерімізді. Өзіңізді мәселен тұрмыш хақында тілешәңіз болса, ортақлаша аласыз. Қазіргі өзгеріп тұрған тұрмыш уақытында менімше har qaysizni нәрсәдір бұршы, әгәрдә шул фикір белән ортақ жасагыз, ул бәлки бір айырым темаға әвәрелеп китер. Рәхмәт игътибарыгыз өчен. Исән-сау торыгыз, аман болыңыз.